Қайырлы күн достар, сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үгітілмелі печеньелар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ал бисмилля деп бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер олар жұмыртқа, крахмал, сахарная пудра, бөлме температурасындағы сары май және сұйық май, ұн және қопсытқыш қажет болады. Сары майымызға қант ұнтағымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Онан соң бір жұмыртқамызды қосып, крахмалымызды қосып, жүгері крахмалы мендегі достар, қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Онан соң сұйық майымызды қосып, тағы жақсылап араластырып аламыз да. Онан соң ұнымызды қосамыз. Ұнға алдын ала мен қопсытқыш қосып араластырып алғанмын. Және ұнды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз дұрыс. Содан кейін осындай силиконды күрекшемен араластырамыз басында. Содан соң барып қолымызбен араластырып жақсылап қамыр илейміз. Көп илеудің қажеті жоқ. Құрамында сары май болғандықтан ол езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан басы біріккенше илесеңіздер жеткілікті. Осы иленген қамырдан шариктер жасаймыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай шариктер жасаңыздар. Достар, мен барлығын осындай шариктер жасап орналастырып алыңыздар. Содан кейін барып противенге сопақша көлемде етіп орналастырасыздар. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде жақсы печеньелар шығады. Осылай барлығын орналастырып шығамыз. Ondan соң сәндік үшін және печеньеларымыз жұқа болу үшін үстінен осылай шанышқымен басып шығамыз. Ол зор болады және кішкене печеньеларымыз жіңішкереді. Осылай жасап болған соң 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа салып аламыз. Міне осындай болып печеньеларым шығады. Мен оны басқа ыдысқа аударып алдым. Одан кейін осылай бетін шоколадқа малып, балапандарыңызға берсеңіздер сүйсініп жейді. Шоколадты еріту үшін мен кәдімгі водяной баняда ерітіп алдым. Шоколад қату үшін холодильникке бір 5 минутқа салып алсаңыздар жеткілікті. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арнамда әлі де талай жақсы рецептер болады. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.